Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін скумбрияны маринадтаймыз. Ең алдымен ыдысымызға суды құйып, газға қойып қайнатып аламыз. Суымыз қайнағанша пиязымызды томалақтап турап аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін суымызға пияз, тұз, шекер, жапырақталған қара шай, томалақ бұрыш және де лавр жапырағын салып, барлығын араластырып 20 минут қайнатамыз. Минут қайнатып болғаннан кейін суымызды суытамыз. Сосын тазаланған скумбрияға суымызды құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа 2 тәулікке қалдырамыз. 2 тәуліктен кейін скумбрияны алып жей берсеңіздер болады. Міне осымен скумбриямыз дайын, жасалуы тез әрі оңай. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.